Келінім, беш бармақ дайындаймыз ба? Иә, дайындаймыз. Беш бармақ керемет және дәмді болып шығу үшін не керек? Қайненем залға барып, диванға отырып, үндемей телевизор қарап отыру керек. Қызым, сен күйеуге шығайын деп жатырсың ғой? Мен саған бір кеңес берейін. Күйеуіңмен ешқашан спорласпа. Жыла, сразу жыла. Киімді дұрыс және жақсы үтіктеу үшін не істеу керек? Киімді аласың да, қалай болса солай үтіктей бастайсың. Соны көрген әйелің дұрыс емес деп бәрін дұрыс және жақсы үтіктеп тастайды. Жолдан өтіп бара жатқан біреу екіншіден сұрайды. Сен неге екі жаққа қарап жатырсың? Бұл жерде бір жақты қозғалыс қой. Бұл Шымкент. Екі жаққа емес, жоғары қарауға да кеңес берер едім. Әйелім көлікті қоршауға сырып кетсе, ештеңе етпейді дейді. Жолдағы шұңқырға тарс етіп дөңгелегін соққанда, ештеңе етпейді дейді. Ал ағаштың астына қою оған қорқынышты екен. Құстар ұшып қояды дейді. Саяси әзіл. Ұрладың ба? Иә, ұрладым. Ұят па? Иә, ұят. Қалай өмір сүресің енді? Бай болып өмір сүремін. Әйелі күйеуіне. Ей, сенің неке сақинан қайда? Шешіп қойдың ба? Неге? Күйеуі. Мен өйткені даластық қой, саусағым терлейді. Бір ауылда бір ер адам көршінің ауласына қараса, сол көршінің әйелі мен баласы ағаш кесіп тұр екен, ал өзі домбыра тартып отыр. Сонда ер адам: «Әй, көршім, саған ұят емес пе?» деп сұраса, көршісі: «Ұят, бірақ мен не істеймін, олар домбыра тарта алмайды». Ресей мектебінде. Вовочка, сен неге кешігіп келдің? Апай, мен картошканы жарет еттім дейді. Апай анасына көмектеседі екен деп ойлап, жақсы, кіре ғой дейді. 5 минуттан кейін кешіріңіз деп класқа бір қыз кіреді. Сонда апай: «Картошкина, сен неге кешігіп келдің?» Көршілердің әңгімесі. Мә, үйімде тарақандар көбейіп кетті. Не істерімді білмей жүрмін. Сен қарындаш алсай, көмектесу керек. Бір аптадан кейін кездесіп, қалай, не істедің? Алдың ба қарындашты? Иә, рахмет, енді мазаламайды. Бір бұрышта жиналып, сол қарындашпен суреттерін салып жатыр. Әйелі мен күйеу сауда үйіне барып, әйеліне жаңа киім таңдап жатыр екен. Бір көйлек кисе, күйеу онша емес дейді. Екінші көйлек кисе, ол да онша емес дейді. Сөйтіп, 10 шақты түрлі түсті киімдер ұнамайды екен. Енді бір рет әйелі киіну бөлмесінен шықса, күйеуі: «Шешші мынауыңды, вообще жараспайды саған, чопапала» десе, әйелі: «Жаным, мен бұл киіммен үйден келдім ғой». Баласы үйіне келін әкеліпті. Мама, папа, бұл менің болашақ әйелім, бірақ оның жасы 50-де. Ата-анасы: Мә, оның 4 баласы бар. Ойбай, бұрынғы күйеу квартирасын өзіне қалдырыпты. Енді ол балалармен бірге бізбен тұрады. Ата-анасы: Мәссаған. Оның аты қолтық шаш. Ата-анасы бір-біріне таңырқап қарап тұрады. Сонда баласы: Не бол? Мен қалжыңдап тұрмын ғой. Ата-анасы фух деп тұрғанда баласы: Оның аты Сәуле.